Мені күйеуім басқа елге айырбастап тастап кетті. Мен оның бәрін қалай білдім? Әңгімемізді бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Осындай адамдардың жасаған қателіктенен өскелең ұрпақ сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна. Ендеше әңгімемізді жалғастырайық. Егер маған осы кезге дейін біреу сені күйеуің тастап кетеді десе, ондай ой менің ойыма мүлдем келмес еді. Ондай нәрсе болмайды. Мендей әйелді тастап кетуі мүмкін емес деп айтар едім. Еркектер тек қана жаман әйелді ғана тастап кетеді деп ойлайтынмын. Сондай әңгіме болса, жөні түзу еркек өзінің қамқоршы әйелін тастай ма деп білгішсініп қалатынмын. Мен өзімді аса қамқор, өте мейірімді, сыпайы, сұлу әйел деп сезінетінмін. Бір күні жұмыстан келсем, күйеуім үлкен сөмкесін дайындап, есіктің қасында, орындықта мені күтіп отыр екен. Менің ойымда ештеңе жоқ. Қайда бара жатырсың дедім. Өз басым күйеуімнің не істеп жатқанын, не жұмысқа барып келіп жүргендігін сұрамайтынмын. Маған айтты, Әлия, деп күйеуімнің даусынан қалада жүрген балаларыма бірдеңе болып қалды ма деп бірден ойладым. Өзінің айтқысы келіп тұрғанын айта алмай, мұңайып тұрғанын бақыладым. Бірден бір жағымсыз хабар болды ма деп қорқып кеттім. Айтқым келгені деді де, балаларыма бірдеңе болып қалды ма деп жүрегім зу ете қалды. Не болды, айтсай, қай балаңа не болды деп едім. Екеуі де аман. Оларға ештеңе болған жоқ. Мен сенен бір жолға басқа елге кетемін. Сен мені кешір деді. Оның айтқанын соңына дейін тыңдау үшін сөзін бөлмей оған бедірейіп қарап, айтқанын тыңдап тұрдым. Үндемей тұрдым, бедірейіп қарап, тұрған күйімде тұрдым да қалдым. Бұл мені қалай тастап кете салады дедім да. Өзінше мені жігіт кезінде соңымнан қалмай, сүйем, күйем деп соңымнан қалмай қанша жыл жүгіріп еді. Қайда барсаң сонда бар деп айғайлап жауап бердім. Әлия, сен қайтесің? Бұл өмір болғаннан кейін солай болады. Жүрекке әмір жүрмейді. Екеуміз қанша жыл отасқан болсақ та, менің сезімім саған деген өзгерді. Мен басқа елді сүйіп қалдым. Мен балаларымды тастамайым, оларға сен жеткіз, сен де тастамаймын. Тек ақша жағынан көмектесіп тұруға уәде берем, маған хабарласып тұр деді. Мен сол кезде ғана оның айтып тұрғанын шындық екенін бақыладым. Күлкім де келіп кетті, намыстанып та кеттім. Өмірі одан мен ештеңені жалынып сұрап көрмегенмін. Бұл жолы да оған жалынбаймын, ештеңе сұрамаймын дедім. Кетем десең, кет дедім. Етігімді шешпестен бірден ас бөлмесіне бардым. Барсам тамақ дайын тұр екен. Сыртқы киімімді шешіп бастап, коридорға келсем, күйеуім ізім қайым жоқ болып кетіпті. Кішкентай ғана кастрөлден тәтті тамақтың иісі шығып тұрды. Күйеуім пісіріп қойыпты. Жұмыстан ерте келген шығар деп ойладым. Әлі демалыс алдым екен. Шынымды айтсам, мен оның қандай аузымда жұмыс істейтінін де білмейді екем. Сұрап та қызықпаппын. Тамақ ішіп, жүзім жылынып, ішімде бір тыныштық орнап, тамағымды ішіп алып, теледидарды көруге диванға жайғастым. Күні бойы жұмыстан шаршадым. Үлкен сауда орталығында директор болып жұмыс жасаймын. Жүздеген құжатты, жүздеген адаммен сөйлесіп, сондықтан көп жүруге тура келеді. Айлығы жақсы болғаннан кейін шыдап жүрмін. Таңертең ұйқымнан оянып жұмысқа баратын кезде шифонерді ашсам, бүкіл бөлмелерді қарап шықтым. Күйеуімнің шынымен кетіп қалғанына таңертең тағы да менің көзім жетті. Бірақ менің көңіл-күйім бұзылған жоқ. Қайта бойымда бір сергектік пайда болды. Шкафтың іші босап, кәдімгідей іші тап-таза болып қапты. Өзі үлкен болып, шкафтың жартысынан көбін алатын. Төсегімді, ваннаны, тіпті үйім кеңіп қалған бақыладым. Кеткені қайта жақсы болды деп қуандым. Керек едім сен маған деп өзім іштей айтып қоям.
25 жыл отасқан менің отағасым аяқ астына мені тастап кеткенін түсіне алмасам да, еркіндікке, рахатына бөлендім. Еркіндіктің өзімді кәдімгідей тордан шыққан құс ретінде сезіндім. Боянып бастадым, өзімді күтініп бастадым, шаштаразға барып шашымды жасаттым, әдеміленіп бастадым, әдеттегіден ашығырақ бояндым, әдемі көйлегімді киіп, айнаның алдында біраз тұрдым. Сонда да келбетім көз тартарлық. Жасым 50-ге таясады. Несін айтасын? Жүзім жайнап тұр. Сол күні әркіммен ақ жарқын сөйлесіп, көңілді жүріп, өзімді еркін сезіндім. Менің көңіл күйімдегі өзгерістерді әріптестерім де байқап, сен бүгін ерекше әдемі болып тұрсың деп, ал біреу сен бүгін ерекше ашықсың, сен бүгін ерекше бақыттысың, ешқайда шықпай жүр екенсің ғой деді. Ал олар қайдан білсін менің күйеуімнен құтылғаныма қуанып жүргенімді. Біреуі қызықса, біреуі қызғана қарап, кәдімгідей, бірақ ешкім менің күйеуімнің мені тастап кеткендігін білген жоқ. Кешке үйге жалғыз өзім келдім. Жалғыз өзім тұрғанның тағы да бір артықшылықтарын байқадым. Біреуге тамақ істеп, біреудің айтқанын тыңдап, біреудің айтқанымен жүріп, жағымпазданып, жұмысына тамақ дайындап, көбірек тамақ жасап, соған ұнау үшін, соның көңілінен шығу үшін, жұмақ соның табанының астында деп соған жағымпаздану үшін ештеңе жасаудың қажеті жоқ екендігін есіме тағы да түсіріп, өзімді тағы да бір бақытты адам сезіндім. Алғашқы еркіндік күнін атап өту үшін басы бос 2 құрбыма телефон шалып үйге шақырып алдым. Қымбат шарап, қымбат жеміс-жидектер алып, менің күйеуімнің кетіп қалғанын атап өттік. Бірақ оны құрбыларым білмейді. Құрбыларым күйеуім жұмыста деп ойлады. Мен әрине ешкімге ештеңе деп тіс жарған емеспін. Менің тәкаппарлығым айтқызбады. 2-ші күні, 3-ші күні осы тобымызбен бірге кафеде, 2-ші құрбымның үйінде сайран салдық. 1 апта өткеннен кейін маған бастапқыдағыдай ештеңе қызық емес болып қалды. Көңіл көтеруден де жалықтым. Ішіп алып, сайран салу менің негізі табиғатыма жат нәрсе болатын. Өзім бір жерге қонаққа барғанда мүлдем ішпейтінмін, ал күйеуіме доғар, аздап іш деп үнемі тартып отыратынмын. Сондай отырыстардан қашып, содан кейін дүкен аралайтын болдым. Керек болса да, керек емес болса да үйге сауда жасайтынмын. Бұрын әр тиынымды санап, ақша үнемдейтін болсам, күйеуім кеткелі барлық ақшаны өзіме салатын болдым. Сән салондарына баратын болдым, тырнақ жасататын болдым. Шашымды жаңаша қидыртып, имиджімді өзгерттім. Содан кейінгі аптаны мен мәдени іс-шараларға арнадым. Жай қыдырмай босқа өзімді театрға, концертке баруға арнадым. Күн сайын кешке мен қуыршақтай болып, сұп-сұлу болып киініп, әдемі көлікпен такси шақырып, театрларға, әдемі қойылымдарға барып жүрдім. Bir күні кезекті концерттен шыққанда мені танымайтын адам күтіп алды. Кеш жарық деді маған. Сәлематсыз ба деп танымайтын адам болғаннан кейін таңғалып қарап, қасынан өтіп кетпекші болдым. Әдемі әйелді шығарып салуға бола ма деді маған. Ұсыныс білдірді. Тоқтап, танымайтын адамды басынан аяғына дейін қарап шықтым. Көлікке отыруыңызды сұраймын деді маған. Қарап тұрдым да, бір өзіме қойған кәдімгідей границаларымнан құтылайыншы деп ішімнен ойладым. Неге болмасқа? Неге маған кім кедергі бола алады? Кім маған ұрсады, кім маған тыйым салады деп, неге болмайды екен? Шығарып салыңыз деп менде қылымсып бастадым. Кімнен ұялам, кімнің алдында жауаптым? Күйеуім болса өзі кетті, мен ешкімді қуған жоқпын. Деп көлікпен қымбат көлігіне отырдым сол жігіттің. Сізді әр концертте жалғыз көрем, сондықтан да осындай келісті әйелмен таныспау үлкен күнә деп сізге жақындауды жөн көрдім деді. Айтпақшы менің атым Арман болады, сіздің атыңыз кім деді. Әлия дедім. Бәрекелді, атыңыз керемет екен деді. Ал Арманның айтып отқан әңгімесінің барлығы маған жалған сияқты болып көрінді. Мен жалғыз бастымын, әйеліммен екі жаққа кеткенбіз, ал сіз ше деп сұрады. Мен де дедім. Оның да, менің де балаларымыз бар екен. Байқасам, екеуміз де еркін адамдар екенбіз деді.
Үйге жеткенше Арман маған бар білген керемет сөздерін айтты. Ол жаттанды сөздер ма, әлде менің сұлулығыма тамсанғаны ма деп ішімнен мәз болып, бірақ күлкім келіп өтті. Тіпті үйге кіріп кеткенше маған желімдей жабысып, мені әрең жіберді. Тағы жолығармыз деді. Ал мен онымен жолыққым келген жоқ. Есіктің қасына үйге кіріп едім, табалдырықтың қасына тұрған орындыққа сырт киімімді шешпей отыра кеттім. Мен сол кезде қанша жылдан бері тек күйеуіме ғана қолымды иіскетіп, өзімді иіскетіп жүргеннен кейін мен біреудікі бола алмайтындығыма көзім жетті. Сол кезде күйеуімнің жоқтығы маған сезіліп бастады. Күйеуімнің барында қадірін білмеппін. Күйеуімнің кеткеніне 3 айға жуық уақыт болған кезде маған біреу қоңырау шалды. Таныс емес номер. Менің интроверт болғаным соншалықты мен біреулермен аса сөйлескенді ұнатпайтынмын. Телефон қоңырауларына жауап бергім келмейтіндігін, ешкімді де көргім де сөйлескім де келмейді. Диванда жатырмын, теледидар қосып, қайта-қайта басқан қоңырауына жауап болмаған соң, әлгі адам құлыпқа кілт салып бұрай бастады менің үйімнен. Мен ұры түскен болар деп атып тұрып, қолыма оқтау алып, дұшпанды бастан салып жіберуге дайындалып тұрғанда, есік ашылып, табалдырықтың арғы жағынан күйеуім келіп тұр екен. Яғни бұрынғы күйеуім, бірақ біз онымен заңды түрде ажырасқан жоқпыз. Қолымда оқтау, оқталған күйде тұрмын. Қатып қалыппын, қозғала алмай тұрмын. Мен үшін соншама қадірі өткен адамның жүзіне тесіле қараймын. 25 жыл отасқан, бағалай алмаған бақытым. Сен үйден кеткенде 3 айда өкініш пен уайым менің көзімді ашты деп ішімнен ойлап тұрып, бірақ оған ештеңе айтқан жоқпын. Күйеуімнің түрі шаршаңқы, азып тозып кеткен, қартайып кеткен, үсті басы кіргір, көзімнің қиығымен, жегесінің жағасы мен жеңінің кірін бақыладым. Шалбары кіргір, бәтеңкесі де кіргір. Оның бәрі ештеңе емес. Менің жүрегімді оның жетімсіреген көзі, жалынышты көзі қарасы тіліп түсті. Табалдырықтан кіріп, өзінің орындығына отыра кетті. Өзің үшін болмаса да, мен үшін болмаса да, мені балаларымыз үшін кешірші. Мен сенсіз өмір сүре алмайды екем. Не деп ұрыссаң да, сенікі дұрыс. Ешкім сендей бола алмайды екен. Тек ендігі жерде бірге тұрсақ болды маған. Бірақ мен үндеген жоқпын. Тек оған қарап сәл тұрдым да, ас үйге барып, тамақтың қамына кірістім. Арамызда ешқандай ұрсыс болмағандай, аяқ астынан әйелдік болмысымның осалдығын әшкере етіп сезімімді сергелдеңге салған күйеуіме тамақ жасап, тамақ іштік. Бірақ бұл туралы екеумізден басқа ешкім білген жоқ. Деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Бұл оқиға 100% өмірде болған, өмірден алынған оқиға. Өздеріңізге керегін алып, керек емесін алып тастарсыздар. Сіз Әлияның орнында болсаңыз, қандай әрекет жасар едіңіз? Осындай оқиға сіздердің таныстарыңыздың басынан өткен бе? Видеоға лайк басып, қазақша арнаға тіркеліп, комментарийге өз ақыл-кеңестеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы.